Праймериз кандидаттар арасындағы дебат қыза түскен. Бүгінгі жария пікір сайыста Алматы, Түркістан, Павлодар мен Тараз қалаларының үміткерлері қатысып бақ сынасты. Додада оза шабудан үміттілер өз аймақтарындағы күрмеу қиын мәселелерді ортаға салып, оны шешу жолдарын ортаға салды. Түркістанда праймериз қатысушыларының пікір сайысы ерекше өтті. Кандидаттар ашық аспан астында сөз жарыстырды. Кезінде талай билер кеңесі өткізілген Киелі шаһар төріндегі дебат амфитеатрда ұйымдастырылды. Мұндай орындар бір кездері күш салыстыратын орын болса, бұл жолы ой сайыстыратын орталыққа айналды. Төрге жайғасқан 6 үміткер әлеуметтік мәселе, туризм кластері мен медицина саласын дамыту жайын көтерді. Жастарға жағдай жасау жағында қозғап, оны шешу жолдарында ұсынды. Жалпы облысымыз бойынша осы белгіленген кезеңде 200-ден астам дебаттар ұйымдастырылады. 1000-нан астам азаматтар осы дебаттарға қатысады. Осының нәтижесінде біздің партияластар дауыс беру кезеңінде ең өзінің пайым парасатымен, білім тәжірибесімен көпшіліктің алдында көзге түскен үміткерлерді біз нағыз Нұр Отанның жеке лидері үміткер ретінде танитын боламыз.